Сәлем оқырман, n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері тақырыбын бүгін біз сіздермен талдайтын боламыз. Бұл 11-ші сынып тақырыптарының бірі. Бірден есептермен түсіндірейін, иә. Алғашқы тапсырма, алғашқы есебіміз 3-ші дәрежелі түбір 1000 көбейту 64 көбейту минус 27. n-ші дәрежелі түбір, яғни бұл 3-ші дәрежелі түбір болып саналады, өйткені мына жерде 3 саны тұр. Біз ықшамдауымыз керек, түбір астынан мына сандарды шығаруымыз керек. Ол үшін n-ші дәрежелі түбірдің мынандай бір қасиеті бар. Әр қайсы түбір астында тұрған көбейткішті жеке-жеке түбірдің астына алып жазуымызға болады. 3-ші дәрежелі түбір астына 1000, 3-ші дәрежелі түбір астына 64, және 3-ші дәрежелі түбір астында минус 27. Әрқайсысын жеке-жеке есептейік. Біріншісі 3-ші дәрежелі түбір астында 1000, яғни 1000 қай санының кубы. Қай санды өз-өзіне 3 рет көбейтсек 1000 болады. Әрине бұл 10. 10-ды 3 рет көбейтсеңіздер 1000 болады. Келесі 64, 64-тен 4 саны шығады. Яғни 4-тің 3 дәрежесі 64-ке тең. Көбейту минус 27. Естеріңізде болса, квадрат түбірде түбір астында теріс сан болмайды деп өтіп едік. Ал 3-ші дәрежелі түбір болса, онда болады, теріс саннан түбір астынан шығаруға болады. Яғни минус 27 бұл минус 3-тің кубы. Сондықтан минус 3 болып шығады. Негізі былай айтуға болады. Егер мына жерде түбірдің n-ші дәрежесінде жұп сандар тұрса, онда түбір астында минус тұру мүмкін емес. Егер тақ сандар тұрса, онда түбір астында теріс сан болса, ондан шығаруға болады. Жауабы минус 120. Келесі тапсырма. Екінші есебіміз түбір астында 25 бөлу 64. Бөлу болса да, бұны жеке-жеке түбір астына алуға болады. Түбір астында 25 және түбір астында 64. Ол 5, алымында 5, ал бөлімінде 8. Ол дәл солай басқа мысалы 3-ші дәрежелі болса да, бұл орындалады. 8 бөлу 125, мысалға. Куб түбір астында 8, бөлімінде куб түбір астында 125 деп жазып аламыз. Сонда 2 бөлу 5. 3-ші тапсырма. 6-ші дәрежелі түбір астында 8-ді ықшамдауымыз керек. Бұны қалай қысқартуға, ықшамдауға болады? 6-ші дәрежелі түбір 8 деген бұл 2-нің кубы. Енді мына жердегі тұрған радикалмен дәрежені қысқартуға болады. 6 мен 3-ті қысқартсақ, екеуі де 3-ке бөлінеді, мына жерде 2 қалады. 2-ші дәрежелі түбір астында 2-нің 1 дәрежесі. Дәрежеде 1 тұрса, оны жазбасақ та болады. Бұл квадрат түбір, сондықтан 2 жазылмайды. Просто түбір астында 2-ге тең екен. 4-ші тапсырма. Түбір астында 3-тің 4 дәрежесі. Бұны қалай ықшамдауға болады? Қалай қысқартуға болады? Бұл жерде бірінші жолы бұл квадрат түбір болғандықтан квадратпен 4-ті сразу қысқартуға болады. Немесе түбір астында 3-тің 4 дәрежесі деп есептеп, сосын түбір астынан шығаруға да болады. Түбір астында 3-тің 4 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі деген бұл 81-ге тең. 81. Бұл 81-ді түбір астынан шығаратын болсақ, 9-ға тең болады. 3-ші дәрежелі 2-нің 5 дәрежесі. Ал бұны қалай ықшамдаймыз? Бұл жерде 5-ші дәрежені түбірдің астына кіргізейік. Куб түбір астында 2-нің 5 дәрежесі. 2-нің 5 дәрежесі деген бұл бізде 32-ге тең. 32-ге тең, ал 32 деген 8 бен 4-тің көбейтіндісі. Не үшін 8 бен 4? Өйткені мына 8-ден шығарып жіберуге болады 8-ді түбір астынан.
8 бұл 2-ның 3 дәрежесі ғой. Сондықтан бұл бізде 2 түбір, куб түбір астында 4-ке тең болады. Міне осылай түбірдің астынан шығарып, ықшамдап жазып қоюға болады екен. Бұл 4-ші тапсырма болатын. Енді 5-ші тапсырмаға көшейік. 6-шы дәрежелі түбір астында 64. Так, бұл жерде 64 деген бұл 2-ның 6 дәрежесі, 2-ның 6 дәрежесі. 2-ның 6 дәрежесіне тең. Мына жердегі сандар бірдей болса, оларды қысқартырамыз. Түбір сонымен жойылып кетеді. Тек түбірдің астына тұрған мұнан негізі ғана қалады. Сонда жауабы жай ғана 2. Так, құрметті достар, мына тапсырманы өздеріңіз орындап көріңіздер. Алғашқы есебіміз түбір астында 49, 64 және 100-дің көбейтіндісі. Бұл бірінші есеп. Екінші есеп. Куб түбір астында, яғни 3-ші дәрежелі түбір астында 8 көбейту 125 бөлу 343. Және 3-ші тапсырмамыз 6-шы дәрежелі түбір болсын. 128 көбейту А-ның 12 дәрежесі, Б-ның 18 дәрежесі, С-ның 6 дәрежесі. Барлығында түбір астынан шығару керек. Сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.